Отаным саған айтамын. Онлайн эссе. Байқаудың мақсаты жас ұрпақты отанын сүюге, туған еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттырып, махаббат сезімін ояту. Отанын, туған жерін қорғай білуге, халқымыздың талантты ақындарының өлеңдері мен ата-бабаларымыздың өнеге етіп қалдырған даналық сөздері арқылы тыңдаушыларды ұлтжандылыққа, атамекенін көздің қарашығындай сақтай білуге, патриоттық сезімге тәрбиелеу. Отаным саған айтамын. Оразалинова Гүлмира Нұрғалиқызы. Біздің Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Бейбітшілік пен достастыққа, татулықта бірге жұмыла отырып, қызметтің әртүрлі саласында қазақтар мен орыстар, татарлар мен немістер, украиндер мен кәрістер еңбектенуде. Бірлік, ұлтаралық келісім мен және саяси тұрақтылық қазақстандықтардың қалауы. Мен біздің елде татарлар да, орыстар да, қазақтар да бар. Олардың тағдырын, өмір тарихын тыңдағанда, менің елім де одан сайын маған жақындай түседі. Оны жақсырақ түсіне бастаймын. Біздің отбасы тарихымыз мыңдаған басқа отбасылар тарихына ұқсас. Өмірдің қиын кездерінде, ауыр жұмыстарда өтіп жатқан күндер мен мерекелерде әртүрлі өкілдердің пікірі қалыптасты. Адамзат баласының татулығына ұмтылу әр халықтың қанында бар. Әсіресе ол қазақстандықтарда ерекше дамыған. Бұл қазақ жерінің жомарттығынан осы өлкелерге тағдыр алып келген барлығына құшағын кең жайып, пейілін кеңге салатын қазақ халқы мінезін жаралған. Осында тұрушылардың барлығы қазақ халқының тілін, тарихы мен салт дәстүрін білуі керек. Қазақстанда тұратын барлық халықтың татулығы мен бірлігінің мәні осында. Ол байырғы көркем Қазақстан жерінде бейбітшілікті сақтауға көмектеседі, ал татулық болашақта гүлденудің маңызды талабы. Отансыз адам ормансыз бұлбұл деп дана халқымыз бекер айтпаған. Себебі адам баласы туған жерсіз, отансыз ғұмыр кешпейді. Әр адам тұрақты үйі, мекені болуы қажет. Сонда ғана адам бақытты өмір сүреді. Кішкентай бұлбұлдың өзі туған жерін іздейді, қайғырады. Әркімнің өз жері жұмақ деген рас. Осы жөнінде шетте сұлтан болғанша елде ұлттан бол деген мақалды дана халқымыз жайдан жай айтпаған болар. Сондықтан да өз туған жерімізді, отанымызды қастерлеп және бағалауымыз керек. Рахмет. Отаным саған айтамын. Көбенова Гүлжауһар Ерікқызы. Отаным деген жас жүрегінен шыққан асыл сөзді мақтанышпен, асқақтықпен айта аламын. Ата-бабамыздың азаттық жолындағы ерен ерлігінің арқасында осындай арман еткен заманға тер төге, көп күш жұмсай жеткен елімді мақтаныш етемін. Талай жылғы ұлы дүбір, дүрбелінен кейін жарқын болашақтың таңы атып, еркіндік пен теңдік есігін айқара аштым. Еліміздің күні оңынан туып, жарық жұлдыздар шоғыры ұлттық намыс пен арымызды тудай желбіретті. Әрине, бұл күн оңайлықпен келмегені белгілі. Еліміздің арыстары талай жылдар болсын, тау мен тасқа ұрып, тар жол тайғақ кеше жүріп, еліміздің болашағы, келер ұрпақтың бақытты ғұмыры үшін аянбай күресіп, табандылық пен асқан қайсарлық, шыдамдылық пен беріктік танытты. Барлық саналы ғұмырын ұлт мүддесіне арнаған 5 арыс, ұлы отан соғысында елім деген жанын пида еткен қайтпас қыран алаш азаматтары, жүректері оттай жалындаған желтоқсан қаһармандары. Айта берсе жалғасы берер, елінің асыл ұландары, асқақ рухты азаматтарының ерен ерлігінің арқасы деп білемін. Еліміздің көгінде тәуелсіз туып желбірегеннен бері өшкеніміз жанды, өлгеніміз қайта тірілді. Ата-баба дәстүрі көш түседі.
халқымыз еңсесін тіктеп жарқын болашаққа қол созды. Қазақстанның 20-дан аса жылдық ғұмырына көз салсақ, ауыз толтыра айтарлықтай көкірегінде мақтаныш сезімі кернеп, еске аларлықтай жеткен жетістіктері, асқан асулары мен бағындырған жаңа белестері бар. Мен өз отанымды, туған жерімді, құдіретті елімді сүйемін және мақтан етемін. Өз елімнің дамуына теңізге тамған тамшыдай болса да, үлесімді қосамын деп ойлаймын. Қазақстан, сен заңғар биік кеңсің. Менің жаным өзіне деген мақтанышқа бөленген. Туған жер, мен сенің атыңды жер бетіне жар салар перзентіңмін. Тәуелсіздікті мықтап қолда ұстайтын балаңмын.